Жар құрметті Атамекен ауылының тұрғындары, мына бүгін ауылда үлкен қуанышты жағдай. Бұл мәселенің басталғанына бір 2 айдың көлемі болды. Қараша айының ортасынан кейін осы қарекет қорының азаматтары өнер қырандарының жігіттерімен бірге келіп, осы Жетісай қаласына бір концерт қояйық. Концерттен түскен қаражатқа бір азаматқа үй беретін мүмкіндігіміз бар деген мәселеменен ауданның басшысына кіріп, біздің мекемеге кіріп, бір келісім жағдайы болған. Сөйтіп, аудан бойынша жалпы бір осындай үйі төмендеу, жағдайы төмендеу 5 отбасын таңлап, кейін біз осы ауыл әкіміменен, осында жүрген депутаттармен, басқалармен ақылдасып, осы азаматтарға біз тоқтадық. Мынау бүгін енді 12-ші желтоқсан күні ауданда концерт болған. Шынболат өзі басы-қасында болды, сөйледі бәріміз болдық. Сол концерттен кейін мынау бір айдан енді сәл-ақ асты ғой, бір айдың көлемінде әкеп, бізге ақпанның басында келеміз деп ертерек келіп, мына үйде әкеп отқандарына шын ықыласпен рахмет айтамыз. Ары қарай жалғасын таба берсін, халықтың батасын, елдің батасын ала беріңіздер, жұмыстарыңыз алға баса берсін, мына қоныс жайлы болсын, үй құтты болсын. Аумин. Есім Серік болады, қарекет қорының ауылсызда ағамдықлы бір ай бұрын осы сіздердің елді мекендеріңізге келіп, біраз мұқтаж отбасыларды аралап кеткенбіз. Оның арасында сіздердің қызметтерінде жүрген әкімдеріңіз Шынболат бауырымызбен осы отбасыны көріп, жағдайларын танысып, видеоға түсіріп кеткен болатынбыз. Енді осы бүгінгі тойдың мұрындық болып отқан тойға себепші болып отқан Шынболат бауырымызға Қарекет қайырымдылық қорының атынан бір алғыс хатымыз бар еді, соны беруге рұқсат беріңіздер. Мен Жүніс Сейілбек Тауаниязұлы, осы қазір Атамекен ауылы Талапты ауылында үйде тұрам, квартирада есебінде. Қазір мына Қарекет қоры нәсіп қып мына үйді беріп отыр екен. Оларға Алла мың-да-мың несін берсін, барлық ерлерін қабыл алсын, ниеттерін. 5 бала шағам бар. 3-еуі мүмкіндігі шектеулі инвалидті алады, 3-еуіне әйелім. Басқа... Өзіңіз не жұмыс істейді? Жеңгең не жұмыс істейді? Өзім қазір осы балдарға қарап үйдеміз, екеумізді. Өйткені қыстың күні бірден ауырып баса, оларды апаратын, ол жалғыз өзі қайта апарады. Ояқтан көрік шықпайтын еді. Қазір енді мұна кісілер әперіп отырған екен, енді Алла құдағыласын да жерде больницада бәрі, мектепте бәрі жақын ғой жерде. Соған қарап осы істеп жатқан ауыл әкіміне, Қарекет қорына баршасына рахмет айтам. Қанша жыл тұрдыңыздар квартирада? Бұған дейін қай жерде тұрдыңыздар? Нақты қай ауылда? Бұдан алдын квартирада Саққоз үйінде жүрдім, ары Жетісайда жүрдім, Мекаянда жүрдім, Шуарсуда жүрдім. Енді жүрмеген жерім қалған жоқ. Қанша жыл квартирада жүріп келеді? Бір 20-25 жылдай оқып болды. Қазір айтып отырсыз, қысты күні үйдемін деп, ал күн жылы кездерде немен айналысасыздар? Стройка істеймін әйтеуір қолымнан келгенше. Қазір енді сәл аяғым ауырған екен, сәл үйдемін қазір. Балдарға қарап алдым да. Қарекет қорына, өзім әкімімізге, Ботайға рахмет, осыны тәуеге сылап атқандарыңызға. Мыңда бір рахмет. Балалар рахмет айтама, балалар.